Баршаңызға қайырлы күн қыздар, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге құймақтан өте дәмді торттың жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен құймақтардың жасалу жолымен бөлісемін. Ең бірінші ыдысымызға жұмыртқамызды, оның үстіне қантты салып, барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырып шығатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне сүтімізді құямыз. Енді оны да бір араластырып шығамыз. Енді үстіне қопсқышымызды және де сұйық майымызды қосып, барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп, дайындап қоятын боламыз. Енді ұнды қосып, барлығын араластырамыз. Ешқандай іртік қалмауы тиіс. Ұнды 2 немесе 3 бөлікке бөліп қоссаңыздар да болады. Енді ұнның қалған бөлігін салып, тағы да бір келкі етіп араластырамыз. Енді оның үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз да тағы да араластырып шығамыз. Біздің тестамыз дайын. Енді алдын ала табамызды қыздырып бастап, құймақтарымызды құйып пісіріп шығатын боламыз. Бірінші беті қызарғаннан кейін екінші жағын аударып, осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Қыздар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Тағы да талай рецепттермен бөлісемін. Енді тағы да құймақтарымызды осылай екі жағын қызартып, пісіріп алып шығатын боламыз. Құймақтарымыз дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Барлық керек құрамдарын астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді тортымызды жинап бастаймыз. Астынан осылай блинчикті қойып, үстіне кремімізді бір тегіс етіп жағып шығамыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, бірінің үстіне бірін блинчик және кремді жағып, екеуін кезектестіріп отырып, тортымыздың барлығын жинап шығатын боламыз. Кремімізді жағып болғаннан кейін, енді тағы да үстінен блинчигімізді қойып, арасына кремімізді жағамыз. Өз қалауларыңыз бойынша арасына әртүрлі жемістерді салып жасасаңыздар да болады. Енді барлығын жинап болғаннан кейін холодильникке салып қойыңыздар. Біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая ас болсын.